Ақшам шерефлеріңіз хайырлы olsun. Бүгін сентябрьдің 8-і ве Қырым işğalinin 1015-ші күні. Шымдыки эфирімізде бойле хаберлер. Укук қорчалайжы Мирусин Кукуны рухи хастаханеге йоллағанлар. Сахте сыма бойле етіп Ахтемчи гос гизли шатына адландырған. Сызанда қоқла отырттыңыз. Таврида yolunun kurulması için yüzler cevlerini yıkılacak olalar. İki küçük balam var. Hayda men olardan keteceğim. Юхары Шура оппозиционный блок депутаты олигарх Вадим Новинский'nin Джинаиме Сулетке желпетмесіне izin bergen. 228 депутаты buna qol tuttu. Tafsilatlıca Наталья Калинка біле. Украина халық депутаты Джинаиме Сулетке желпетмесіне разылықны бермек. Депутата України Новинського Вадима Владиславовича. Новинский'nin meselesi Юхары Шурасының күн мевзусында бірінші ерде бұлына. Тақдим намені баш прокурор Юрий Луценко құмаға келді. Вадим Новинский 2013 сенесінде митрополит Эвелде Москва патриархаты Украина православ келсесінің елбасшысы Владимирның шахси ярдымчысы Александр Дробинканың қырсызлығына мұнасебеті олғанында шеклей. Луценконың білдіргеніне көре Новинский Москва патриархатының Украина православ келсесінің елбасшылығының денештірмесі бойынша музакерелердің иштиракчысы еді. Новинский Вадим Владиславович, Янукович, Захарченко, Шматько, Алишкевички ярдыметі познын мақсус әрекетлерінен джинайет япты. Украина джинайи кодексінің 27 маддесінің 5-ші бөлігіне көре, бұ иждешлік ве 146 маддесінің 2-ші бөлігі бойынша сербеслікнің қанунсыз марум етуі. Луценкодан сон сөз Вадим Новинскийге берілі. Уйсе қабатыны танымай, шикает саяси мана ташығаныны білдіре. Ишандырғанына көре о динли инсан Дробинканы қырсызламады, аксіне она ярдым етмеге тырышты. Ось әрекетлеріні митрополит Владимирның алғышынен япты. Қанунсы шекелде Украина ватандашлығыны алғаны үшін қабатыны озы қазанғаныны таны. Основанием для предоставления мне гражданства. Украина сабық президентінің мана ватандашлық бермек қарары esasында Азаров акимиетіндегі иқтисади назир Петр Порошенконың мектубы турайды. Мұнда оның имзасы де бар. Украина үшін япылған айры бір ярарлығы үшін Новинскийге ватандашлықны бермеге режайты. Новинский рус тілінде чықышта бұлына бұл есе салонда ачув доғырды. Коллеги, все выступления депутатов... Украинча лафетсын, девлет тілінде лафетін, Новинский бей. Музакереден сон рейги кечелер. Джинаиме Сулетке желпетмесіне мухалифет блокындан ғайры бүтін фракциялар разола. 228 депутат өз рейді берді. Рішення прийнято. Повідомляю Генерального прокурора України, що Верховна Рада України прийняла рішення і дала вам можливість формувати документи в суд. Баш прокуратура халық депутатының яқалануынен оғрашмады, оның үшін оны да яқаламадылар. Новинский есе журналистлерге шуны білдірді ке, Украинадан қачмаға істемей. Бұ қарар юридик илим ве укухнен ичбір орталығы yok. Бұ қарардан сон ичбір ерге кетмейчігім ақында білдірдім ве кені білдірмек істейм. Мен өзімні қорчалайжам. Олигарх Вадим Новинский Юхары Шурасының депутаты бірінші кере 2013 сенесінде Ақярда мажоритар округ бойынша партия регионов фырқасындан сайланды. 2014 сенесінде сайлауларда мухалифет блокының фырқа жетвел бойынша кечті. Наталка Калинка, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Қырым ұғық қорчалайжы Мирусин Кукуны мичбури психиатрик экспертизаның кечірілмесі үшін йоллағанлар. Бүгін махкеме отырышындан сон Мирусин Куку Верифат Алимовге апысты тұтуф мұдетіні невбеттекі сенесі февральның 8-іне қадар ұзатқанлар. Мирусин Куку, Муслим Алиев, Вадим Сирук, Вейнвер Бекировны бұл сенесі февраль айында яқалағанлар. Ақыл хастаханесінде кемлер мабюслерге оларының джинай ишлері ве дин мевзуларынан бағылы суаллер берелер. Олар әпісі Русияда ясақ етілген Хизбут Тахрир тешкілаты алиқасында олмасында қабатланалар. Бүгін апысыны девам еттілер ве айны бұ күні оны алып кеттілер. Бойлей олар оны махкеме топлашуында бұлынмақ аққындан марум еттілер. Бұ бойлей жазанын мақсус усылы ве басқыдыр. Жазалав тебетке қайтуыдыр.
ему таблиц возвращение к карательной медицине. Қырымда яқаланған Ахтем Чигос оның ішінде олған гизли шатыны қойылған қоқлаулара қадыландырған. Мұны Меджлис рейсі муавины Қырым Ишғалжи махкемесіндегі 53-ші отырышында сеслендіргендір. Гизли шат Меджлис президиум азасы олғанны білдірген. Шат қапалы одада сесі денештірілмесінен қадыға жауап береді. Ахтем Чигос 2014 сенесіндегі февраль 26-сында Кутлевини замсызлықларының тешкелетмесінде қабатлана. Сіз анда қоқла отырттыңыз. Оны Меджлис азасы неде президиум азасы ола. Мен белесем анда тақиқат комитетінің тақиқатшысы отыра. Қырымда Таврида yolunu құрмақ үшін онларнен F еқылыжақ олалар. Там рахамы белледегіл чүнки құрылыш, музакере ве экспертизасыз башланған. Базы ерлерде құрылажақ трасса көйлеріні екеге бөлежек. Иншаат құрылышына әверсі 85 миллиард рубле сарф етежек олсалар, шымды лав 139 миллиард рубле қында кете. Бұл есе 2 миллиард доллардан зиядедір. Вот мы тут живем. Здесь и должна уже снимали наш дом. Бізім евіміз тұрған ерден ел кечежек екен. Евде 4 қоранта яшай. Бізім айлеміз 4 инсандан ибарет. Евімізні еққан сон бізге не бережеклері. Кімсе білмей, бізге есе бір ерде яшамақ керек. Бізім ем бостанымыз бар. Бізнен бір шей бағлы дегел. Олар не істесе, оны япалар. У нас и огород есть, у нас все есть. Дело ж не в нас. Что захотят, то сделают. Қартлықтан асыл нефес алажақмыз. Насыл трасса олажақ ве не қадар араба юрежегі белі де. Кімнен лаф етмесең, еркес құрылышқа қаршыдыр. Евлері виран етілгенне біреулер қуана, дегерлері виран етілмегені үшін ағылайлар. Айтқанларына көре евлері ескі таваны ақа, тамерлемеге паралары yok. И куда это все? Екі күчік балам бар. Қайда мен оларнен кетежем? Бізден кімсе сорамай жақ екен, чүнки бұл федераль трасса. Евлерімізні құрмақ үшін яшайышымызны бердік. О қадар пара масраф еттік. Жарты ве ескі евлеріні йықмайларда, бізімкілеріні йықмаға істейлер. Не хотят сносить. Ну как отреагировали? Вот представьте Хаберны себе, шеткен сон, дёртай девамында юхламадым. Представьте себе, вначале не спали. 4 месяца мы не спали. Истиле етілген Қырымда үстінде Сталин ресімі олған почта варқалары дағытыла. Ахмеджит соғықларында Совет үкіметі анайысасының 80 еллығына бағышланған левхалар берілі. Совет диктаторының портреті алтында провокацион суаллер бар. Қырым сакинлеріні капитализмді яшамасы ақында түшінмеге чағаралар. Бияннаме митинде Совет бірлігі анайысасында язылған ичтимаи кефалетлер сырлана. НАТО баш кетебі Русейге қаршы көрсетілген санкциялар сақланмасына талап етті. Бұны Йенс Столтенберг Брюксельде тышышлері назерлігінің иштырағы иле өткерілген Украина-НАТО топлашуындан сон білдірді. Украина шарқындаки женг тек дипломатик шекілде чезілмек кереклігінде емін. Минск анлашмалары бежірілмесі үшін басқы арттырылмасына чағырам. Бірінші адым оларақ дерал атеш тоқтатылмақ керек. Халқара жематшылығы Русия бойнына алған вазифелеріні бежірмесі үшін басқыны тоқтатмамақ керек. Украина шарқында телекенен бағлы вазиет жидді олғаны үшін Русияге қаршы көрсетілген иқтисади санкциялар сақланмасы пек мұйымдыр. 44 жинай иш ве 100 миллион гривна етрафында зарарның тазминаты. Бүгін Украинаның милли қабаржылықнен күреш бюросы ве қабаржылықнен күреш хусуси прокуратурасы бераберлікте матбуат конференциясы кечірді. Олар оси шақында Авропа ве Қырымда сақланған шақыслар ақында тариф еттілер. Тафсилатлыжы Эльвина Сидбулаева біле. Ишғал етілген Қырымда Киев-Шері Днепр район махкемесінің қадысы Николай Чаус гизлемекті. О халқыра қыдыруға илян етіп, Киевде беклейлер. Август айында набу детективлері оны қабаржылықта тұтқан еділер. О заман Чауста $150 тапылған еді. Навіть адвокати принесли копію. Адвокатлар весиқанын копиясыны кетірділер. Оның хасталығы соңғы дәрежесінде екен. Оңа көре очоқтан өлмек керек екен, ләкин алада яшай. Біз бұны тақиқат япқанларының башыны қарыштырмақ үшін япа деп белейміз. Мақсат
халқара қыдыруға илан etmesinden kaçınmak üçündür. Kırım Ukrayna olğanı üçün o bunu becerip olamay ve şimdi o халқара қыдыруға илан etilgendir. 4 ay evvelsi депутат Александр Онищенко tarafından kanunsuz schemalar meydanға çıkarılған son gaz satuvundan devlet büdjetine 6 kerege ziyade para düştü. Bu kadar parаны devlet 3 yıl çalışkan schemalardan bile kazanıp olamadı. Воля народа firkasından депутатны gaz mahinatsiyalarında kabatlalar. За 3 роки функціонування спільних діяльностей. Онищенко çalışkan schemalarına göre gaz satışından devlet 25 milyon kazangandır. Onun schemalarını yok etken son 162 milyon grivna büdjetke kırsetildi. Отримано прибуток 162 мільйона гривень. Bu hafta Buyuk Britanya'da bulungan Alexander Онищенко audio kaydını ilan etti. Sanki o London'da zinadaşı Alez Dovginen görüşkendir. Онищенко'nun aytkanına göre onda prezident Petr Poroshenko'ga karşı kompromat var. Kabaracılıknen Kureş Bürosu ve Kabaracılıknen Kureş Prokuraturasının yolbaşçıları audio kaydını bekleyeler. Bir taraf teritoriyada yani Varşava'da görüşmege hazırlar ama London'a barmayacaklar. Deputat Dovgin ise Kiev'de sorguya çağrılacak. Провадження зареєстровано і ми Biz Онищенко öz kaydlarını bizge bersin dep ona müracaat edeceğimiz. Biz ise olarga kıymet kesermiz. Eğer onun beyanat ve kaydlarını talep etsek, bu tek işke siyasi renk koşuv demektir. Alez Dovgi'ye resmi davetname gelecek. Eğer o başkaları gibi bundan şov etmege istese, bu onun hakkıdır. Lakin biz böyle TV tahkikatının tarafdarı değilmiz. Bu tahkikat olmalı, yani serial değil. Але ми не прихильники такого ТВ-розслідування. Декларацияларына bakmak için Kabaracılıknen Kureş Bürosu'nun izni yoktur. Kabaracılık hakkında haberdar etuf agentligi buna karar vermey. Elvina Sidbulayeva, Hasan Aminov, Zaman, ATR. Львовта экинчи бутун украиналы принципиум диалогу башланды. Спикерлер арасында Украинаны денештірмеге истеген саясетчилер, devlet ve ilmi falciler ve 100'ge yakın gençler бар. Forum iştirakçıları arasında muhbirimiz Lidia Polyanskaya da бар. Lvov şehrinde bütün Ukrayna müzakereleri başlandı. Onun esas maksadı medeniyet, tahsil, siyas, biznes ve medya sahalarının çalışkanlardan teşebbüsli Ukrayna gençliğine tecrübe vermektir. Geliniz forumun teşkilatçılarını dinleyik. Bizim için Ukrayna'da milletler arasında anlaşmamazlık meselesi yok. Ukrayna'da Maydan'dan son volontör ve milli hareketlerinin sayısı arttı. Onlarca teşkilat demokratik devlet kura. Esas fikir bu milli teşkilatlarını birleştirmektir. Bu diyalogta yanı bir şey peyda olabilir. 3 gün devamında faalciler Ukrayna'daki işbirlik ve Ukrayna cemiyetinin inkişafı hakkında laf edecekler. Bugün spikerlerden biri Alim Aliyev. O Kırım Tatarlarının menfaatini koruyacak. Onu dinleyebiliriz. Bizde pek akıllı, istidatlı insanlarımız var. Olar bir-birimizge kol tutmak gerek. Hem Ukraynliler, hem Kırım Tatarları, hem de başka milletlerinin vekilleri. Şimdilik 7 spikerler laf etti. İştirakçılarının tesirini öğrenebiliriz. Mында kim spiker olğanını bilgen son kelmemek mümkün değil edi. Menimce bu pek yaxşı. Böyle insanlarını eşitmek ve onlardan tecrübe almak büyük bir şereftir. Birinciden bu büyük ilhamdır. Senin ogune öyle spikerler sanaga çıkkanda, öyle fikirlerini anlatkanda ilk evvela inkişafka bir sebep ola. Bütün Ukrayna'nın sübeti hakkında da ziyade malumatını yarın öğrenebilirsiniz. Lvov şehirden Maksus, Lidia Polyanskaya, Edem Seydaliyev, Zaman, ATR. Bunun efirimiz sonuna keldi. ATR'den ayrılmаңыз. Көрішкенше.